Баламды бауырыма бассам арманым жоқ. Қазір менің жасым 29-да. Жаспын ғой, бірақ санам біраз өмір сүріп тастаған адамдардай. Өйткені кішкентайымнан білетінім, күлген кезімнен гөрі жылаған күнім көп. Әлі күнге дейін санамда сақтаулы тұр әрбір сәтім. Ата-анамнан 10 жасымда айырылдым. Жаныма серік болар бауырым да жоқ. Жалғыз перзент болдым. Менен кейін неге бауырларымның болмағаны маған беймәлім. Ата-анадан бірдей айырылып қалған соң, ата-әжемнің қолында өстім. Қартайған кісілер болса да, олардың маған қатты жаны ашып, әке-шешемнен артық қамқорлық жасады. Көңілі жарым ғой деген сөздерін өзіме естірте айтпаса да басқаларға айтатынын білемін. Өздері де қам көңіл қарттар ғой. Ұлы мен келіннен бір күнде айырылып, олардан қалған жалғыз тұяқ немерені бағып қағу қиын екенін түсінем. Әжем қатты қамыққан кезде, заман-ай, итті Құдай қинасын, иесімен деген сөздің растығын қарашы. Жәутең көзін маған қалдырып, жанымды отқа салып шыжғырғандай болдың-ау, деп терең күрсінетін еді. Кім біледі, қайғыны көтеріп жүру әжеме де оңай болмаған шығар. Мен 16 жасқа келгенде әжем өмірден қайтты. Маған әрдайым қолдау көрсетіп, жұбанышым болған, үнемі қасымнан табылатын әжем өмірден өткенде, өмірді мына әлемде жалғыз қалғандай сезіндім. Өйткені одан басқа жанымды түсінер жан жоқ еді. Әкемнің ағасының әйелі мен балалары үнемі мені қағытып, жылатып қоятын. Сондайда әжемнің бауырына тығылушы едім. Әжем мен үшін тіпті өзінің туған ұлымен де сөзге келіп қалатын. Әкемнің ағасы қара шаңырақта тұратын еді. Сондықтан оның есейіп қалған балалары да мені басынатын, біздің үйіміз деп. Әжем қайтқан соң тіпті басынып алғандарын ойласам, әлі де жүрегім қатайып қалады. Мен 16 жасымда колледжге оқуға түстім. 11 жылдықты аяқтауға шыдамым жетпеді. Бір жағынан мен қалаға кетсем, әжем мен атам да біраз уақыт мені қорғаймын деп ауырып қалмайды деп ойладым. Бірақ мен оқуға кеткеннен кейін әжемнің денсаулығы сыр беріп, төсек тартып жатып қалды. Бірде қан қысымы көтеріліп, жедел жәрдеммен ауруханаға алып кеткен екен. Содан кейін өз аяғымен үйге келе алмапты. Қолымнан ештеңе келмейді ғой, болған іске болаттай берік болып, ары қарай өз тіршілігімді жасауға көштім. Қайтадан оқуға келдім, қайғыра беріп мүйіз шықпайтынын түсіндім. Бірақ сонда да менің жүрегімді әжемнің орны ойсырап тұратын. Бар ынта-жігерімді оқуға салғым келді. Шама-шарқымша оқуға зейін қойып, үлгілі студент болдым. Алайда тек қана стипендиямен күн көру мүмкін болмады. Әжем болса зейнетақысынан тыққыштап беріп тұрар еді. Керегімді алып берер еді. Қазір атам да көмектескісі келіп, қолыма ақша ұстатқысы келеді барғанымда. Бірақ әжем қайтқан соң атамда билік қалмады. Үлкен ұлы мен келіннен бата алмайды. Зейнетақысының да қызығын солар көреді. Кіші атам мен апамның, яғни оның әйелінің қолына қарағым келген жоқ. Сөйтіп өзім секілді студенттер жұмыс істеп жүр ғой деп, бір кафеге даяшы болып орналастым. Күндіз сабағыма, түстен кейін кафедегі жұмысыма барамын. Түнде үйге келіп, үй тапсырмаларын орындауға кірісемін. 6 сағат ұйықтаймын, кейде одан да аз. Ұйқым қанбайды, сабақта ұйықтап отыратын болдым. Өмірімдегі өзгеріс осы кафеге қызметке орналасқан күнімнен басталды. Сол жерде мен сияқты даяшы болып жұмыс істейтін студент көп болатын. Солардың бірі Айқын деген жігіт еді. Менен 3 жас үлкен. Оқуын бітіруіне 1 жыл қалған. Мұнда жұмыс істегеніне біраз уақыт болған. Барлығы оны жақсы танитын, сымбатты, қадірлі жігітті ұжымдастары құрмет тұтатын. Сол жігіт келген кезден маған бірден көмектесіп міндеттерімді түсіндірді. Ерекше жылы қабылдады. Жұмыс істеу үшін саған әлі ерте ғой деп айтып қоятын. Сәл кешіксем ешкімге білдірмейтін. Жұмыстан кеш қайтқанда үйге жеткізіп салатын. Қателігім болса басшылардың алдында ақтап алатын. Осындай қасиеттеріммен мені өзіне баурап алды. Уақыт өтіп жатты. Мен күн өткен сайын оған бауыр бастым. Жақсы көрдім. Оның да маған сезімі бар екенін сезетін едім. Бірақ алғашқы қадамды жігіттен күттім. Бір күні ол қыз жігіт болып жүрейік деп маған сөз салды. Бірден ұсынысын қабыл алғым келсе де, ұяңдығыма қыздың назына салып ойлануға бір күн уақыт сұрадым. Ол да қинамайтынын, шешімімді ойланып жауап бергенім дұрыс екенін айтты. Арада бір күн өтті. Мен ойланамын дегенмен шешімім белгілі еді. Солай ертеңгі кездесуімізде мен оның ұсынысына ойланып
шешім қабылдағанымды айттым. Ол менің шешімімді естіп қуанды. Мен де ерекше бақытты болдым. Екеуміздің де сезімдеріміз тасқындап, арнасына сыймай кетуші еді. Кейде тіпті сонша бақытты болып кетуімнен де іштей қорқып қоятынмын. Біздің кездесуіміз тың тереңдеп кетті. 18-ге толмағанмын, бірақ тым тереңге кеткен кездесуден соң менің аяғым ауырлап қалғанын білдім. Біз күтпеген жаңалық қатты уайымдадым. Өйткені біз бір-бірімізді қанша сүйіп тұрсақ та мен әлі 18-ге толмағанмын. 2 айдан соң толамын. Ал жігіттің тұрмыс жағдайы мәз емес. Аурушаң анасы бар. Жалғыз өзі жұмыс істеп ақша тапқанымен сол ақшаның барлығын анасының емі үшін жұмсалады. Сондықтан мен ойлана келе ешкімді қинамай, Айқынға да ештеңе айтпастан жасанды түсік жасауым керек деген шешімге келдім. Құрсағымдағы шарана барлығына бөгет болатындай сезінген мен дәрігердің алдына барғанымда іштегі баланың мерзімі үлкен, әрі бұл тұңғыш бала болғандықтан жасанды түсік жасату қауіпті деген ескертпе естідім. Дәрігердің қарсылығымен баланы қалдырдым. Енді не істеу керек? Әрине, баланың әкесіне бұл жаңалықты айтуым қажет. Туыстарыма қарайтын бетім жоқ, олар да мені іздеп жатқаны шамалы. Сондықтан амалсыздан шындықты айтуға бекіндім Айқынға. Ол қатты қуанып мені құшақтап алды. Тез арада отбасылы болуымыз керек екенін айтты. Ол пәтер жалдап тұратын еді. Мені анасымен таныстыруға алып барды. Сол кездегі тұрып жатқан үйлер өте жұпыны, таптар екені мені уайымдатты. Ертең бала дүниеге келсе, мұндай жерде қалай тұрады деп қорықтым. Айқынның бар табысы анасының емінен аспайды. Сонда да бір үмітпен отау құрдық. Жүктіліктің әсері ме екен, менің мінезім қатты өзгерді. Ешкімді жақтырмаймын, ашуланшақпын, болмашыға бұртиып менің жерік асымды әкеліп бере алмады деп ренжимін. Білмеймін кімге өкпелімін. Өзіме әлде күйеуіме, мүмкін өмірге өкпелі шығармын. Оқуымнан академиялық демалыс алдым. Беташар жасаған жоқ. Енем ырымын жасап 5-6 адамға шай берді. Некемізді мешітке барып қиғыздық, ары қарай отбасылық өмір басталды. Енеме қараймын, өзімнің аяғым ауыр. Күйеуім күн ұзақ университеттегі сабағында, кешкісін жұмысында қатты қиналған кездерім көп болды. Арамызда сыйластық қалмады. Болмашыға ұрса береміз, қит етсе ашуланып кетем. Мүмкін жетімдіктің тауқыметін тартсам да, әжем барда мен жоқшылықтың дәмін татпағандықтан мұндай жоқшылық өмірге төзе алмаған шығармын. Күйеуім екеуміз қатты ұрысып қалғанда, ол да ашуланып, баланы таста да кете бер, қайтып келме, кетсең баланы қайта көрем деп ойлама деді. Сөзіне қатты мән бермедім. Қырсықтау мінезім мені билеп ашумен баланы тастап шығып кеттім. Жас болдым ба, көп ештеңені ойламадым. Балама деген қимастық сезімі ерекше болмады. Мүмкін әкесіне қалдырып бара жатқанымнан болар. Бірақ бір сәтке де мен баламды, жолдасымды есімнен шығарған емеспін. Ол айтқанынан қайтпады. Іздеп барғанымда маған баламды көрсеткен жоқ. Кейін енем өмірден өтті. Өзі басқа қалаға көшіп кетіпті. 2-ші рет үйленіпті деп естідім. Жағдайы жақсарған, жұртқа жәрдем бере алатындай шамасы бар. Бірақ ол менен қатты көңілі қалған ба кешірмей жүр. Оның отбасылық өміріне келгейін деген ойым жоқ. Өз қолыммен жасаған қателігім болғандықтан мен дайынға тап болуды да аңсамаймын. Менің бар байлығым балам еді. Сол баламды бауырыма бассам, анасы екенімді айтсам, сырттай тілеулес болып жүруге ризамын.